Нәрестелердің тері асты шелмай қабатының серпімділігін, шымырлығын және қалыңдығын тексеру. Қолын жуды, пациентке өзін таныстырды. Сәлеметсіз бе? Мен дәрігер Иманбетова Құралай Амангелдиевнамын. Пациентке процедураны түсіндірді. Мен қазір сіздің балаңыздың тері асты шелмай қабатының серпімділігін, шымырлығын және қалыңдығын анықтаймын. Пациенттен процедураны жасауға келісім алды. Сіз осыған рұқсатыңызды бересіз бе? Нәрестені алды, арнайы орынға жатқызып, қарауға дайындады. Оң қолдың үлкен және сұқ саусақтарымен іштің кіндігінен жанынан теріні қыртыс етіп ұстады. Саусақтарын босатып, тері қыртыстарының қалпына келу жылдамдығын бақылады. Оң қолдың үлкен және сұқ саусақтарымен иықтың ішкі аймағының тері және тері асты май қабатын қоса қыртыс етіп ұстады. Оң қолдың үлкен және сұқ саусақтарымен санның ішкі аймағының тері және тері асты май қабатын қоса қыртыс етіп ұстады. Саусақтарымен ақырын жұмсақ тіндерді қысып көрді. Жұмсақ тіндердің тонусын бағалады. Оң қолдың үлкен және сұқ саусақтарымен іш аймағының тері және тері асты шелмай қабатының қыртыс етіп ұстады, май қабатының қалыңдығын анықтады. Төс қырында орналасқан шелмай қабатының қалыңдығын анықтады. Жауырын астында орналасқан шелмай қабатының қалыңдығын анықтады. Қол аяқтың шелмай қабатының қалыңдығын анықтады. Бет пен ұрт аймақтарының шелмай қабатының қалыңдығын анықтады. Баланың анасына тексеру нәтижесін толық айтып түсіндірді. Сіздің балаңыздың тері асты шелмай қабатының серпімділігі, шымырлығы және қалыңдығы қалыпты. Нәтижесін жазып